Барлықтарыңызға сәлем, дәрігермен подкастқа қош келдіңіздер. Және бүгін біздің студияда спикер, логопед, дефектолог Мөлдір Бауыржанқызы. Және қазіргі таңда логопед, дефектолог деген ең өзекті мамандардың, востребованный мамандардың бірі деп ойлаймын. Сол себепті осы тақырыпты логопедия, дефектология бойынша тақырыптарды бүгін талқылауға шештік. Осы студияға келгеніңізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, бүкіл қаланың пробкасынан шыдап, осында келгеніңізге көп рахмет. Қазіргі таңда логопедия, дефектологиядан сізде тәтті тіл деген центр, коррекциялық центріңіз бар. Алматы қаласында. Және тәтті тіл бойынша оқу бар, яғни логопед, дефектологтарды шығарасыз. Және мен Мөлдір ханымнан осы жылы декабрь айында курсын өткен едім. Және маған сол курс өте қатты көмектесті, себебі қазіргі кезде шынымен приемда отырып мен фильтровать ете аламын да балаларды. Бұрынғыдан қарағанда менің взорым кәдімгідей шире болды да, я уже вижу их всех. Бұрынға қараған кезде нағыз керек. Бірақ негізі мен логопед, дефектолог боламын деп о жаққа бармадым. Тек өзімнің приемда керек информация алу үшін барған едім. Және маған өте үлкен көмегін тигізді. Мөлдір ханым, сіздің логопед, дефектолог маманыңыз бойынша қанша жыл тәжірибеңіз бар? Неше жыл болды сіз осындай балалармен жұмыс жасайсыз? Баршаңызға қайырлы күн, құрметті ата-аналар, шақырғаныңызға рахмет. Енді бұл өзекті мәселе болғаннан кейін мен сіздерге отказ берген жоқпын, себебі ата-аналар әрбір жерден ақпараттар іздейді және ақпаратқа мұқтаж, себебі кейбіреулер кешігіп жатыр баласын түзетуде, ал кейбіреулер ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсінбей жатыр. Жалпы логопедия, дефектологияда жұмыс жасап жүргеніме 7 жылдан асты. Жалпы мен практик маманмын деп айта аламын. Курс оқыған кезде де байқаған шығарсыз, барлығы менде в основном практический жағынан, себебі мен баланы қалай көрдім, солай жеткіземін мамандарға. Және де үнемі айтатын нәрсе, мысалы менің 7 жылдық опытым, жалпы бала келген кезде де әр бала әртүрлі. Бір бұзылыс болса да, 100 бала болса, 100 түрлі. Мен алдыма келген алғашқы бала, ол мен алдыма келген алғашқы бала. Сол секілді бұл жерде жалпы маманның самый күшті білетін нәрсесі ол тәжірибе жағы әрине рөл ойнайды. Екінші жағы ол жаңағы қайтпастығы ғой. Осы сала сол нәрсені жақсы көреді. Өйткені салада выгорание көбірек болады кішкене басқа салаларға қарағанда, себебі біз практик болғаннан кейін, частный болғаннан кейін, жеке болғаннан кейін біздің басты мақсатымыз бұл адам нәтиже шығару. Сондықтан да осы салада жүргеніме міне 7 жылдан асты, әртүрлі бұзылыстармен жұмыс жасап келеміз. Шын мәнінде логопед, дефектологтың жұмысы өте ауыр. Мен бұрын бұндай деп ойлаған емеспін. Бір баламен яғни сөйлеуін қою үшін минимум 2-3 ай, не болмаса жылдар. Біз білеміз, ата-аналар әшейін тез результатты күтеді, көп түсініксізбеушіліктер болуы мүмкін, неге әлі сөйлемейді, неге жоқ результат деген сияқты. Сондықтан логопед, дефектолог деген ол өте сондай бір кропотливый жұмыс, еңбекқор адамдар тек жақсы логопед, дефектолог болады. Бұл бір баламен 40 минут бойы бір нәрсені істеу, бұл өте қиын нәрсе. Әрине, егер де балада жақсы болса деңгейі, онда жақсы ғой, жұмыс жеңілдейді. Ал қазір кездесіп жатқан бұзылыстар ол мінез құлықтың бұзылысы. Яғни поведение бұзылады балада. Ол сізді тыңдамайды, түсінбейді, реакция бермейді деген секілді. Сол кезде жұмыс әлдеқайда қиындайды. Ал жалпы бұрын логопедияның жұмысы әлдеқайда оңай болушы еді. Біз тек дыбыстармен, сөйлеумен, анық сөйлеумен ғана жұмыс жасаймыз. Ал қазір уақыт өте, ол әлдеқайда қиындап бара жатыр. Қазіргі заман балалармен жұмыс істеу қиындау. Жалпы сонда бұрын шынымен осындай сөйлеудің артта қалуы, немесе психиканың артта қалуы аз болды ма? Әлде қазір диагностика көбейіп, және сол балаларды біз уже ерке балалар қатарына қоспай, шынымен диагноз қойып, сол балаларды емдеген үшін олар көбейіп кетті ма? Негізі 50-де 50. Екі вариантты да қарастыруымызға болады. Бірінші вариант, әрине, ол бұрын бізде диагностика әлсіз болды, білім саласы әлсіз болды, логопедия қатты дамыған жоқ, өзекті болған жоқ, дәл қазіргідей. Сондықтан да қазір өзекті болғаннан кейін оны ерте қолға алып жатыр, ерте біліп жатыр. Қазір елдің бәрі логопедия біледі. Мысалы, мен оқып жүргенде логопед деген сөзді айтқан кезде ол қандай маман деп түсінбейтін адамдар. Ал қазір уже барлығы түсінеді.
бұл бірінші мәселе. Ал екінші мәселе, әрине қазір де бұзылыстар өте көп. Бұрынға қарағанда әлдеқайда көбірек. Күн өте әлдеқайда жиі кездесіп жатыр. Бұзылыстар бір-біріне ұқсамайтын, әртүрлі деңгейде, әртүрлі мінез-құлықта кездесіп жатыр. Сондықтан да бұл сала андай ғой, ізденуді өте көп талап етеді. Сәйкесінше жаңағы қарасақ, бұзылыстар ол 50-50. Бұрын ізденіс аз болды, қазір бұзылыстар көп. Тағы да осындай сұрақ. Жалпы қазір өте көп гиперактивный балалар, СДВГ диагнозы қойылады. Және СДВГ мен туылған балалар, олар гиперактивті СДВГ балаларды түзету мүмкін ба? Яғни олардан спокойный бала жасау мүмкін ба? Әлде ата-ана сол СДВГ баламен көніп, соның ритмына қарай жұмыс жасау керек? Негізі өте күшті сұрақ. Біз СДВГ деген мынау бұзылысты ашып қарайтын болсақ, ол синдром деп тұр. Дефицита внимания гиперактивность. Яғни бұл қазір қойылатын диагноз емес, қазір алып салатын диагноз емес. Дефицита внимания деген, яғни баланың қазақ тіліне аударсақ, зейіннің тұрақсыз болуы, ол уже гипербелсенді, немесе импульсивті, немесе жаңағыдай зейіні тұрақсыз, көзбен бақылай алмайды. Дәл осындай мәселелер өте көп кездеседі. Бұл қарапайым балада емес, қарапайым балада да кездесіп жатыр, және де мінез-құлық бұзылысы бар балада да кездесіп жатыр. Екеуінде де кездеседі. Яғни қарапайым балаңыз сөйлеп жүріп та СДВГ бола беруі әбден мүмкін. Бұл жалпы түзетіліп шығып кететін мәселе емес. Біріншіден айтатын, әрине баламен жұмыс жасау керек. Оның зейінін қандай да бір деңгейге өсіруге болады. Бізде зейіннің деңгейлері бар ғой, арналы, көп арналы. Соның деңгейін өсіруге болады, жақсартуға болады. Бірақ СДВГ деген нәрсені толығымен алып тастау деген нәрсеге мен келіспеймін. Әрине ол мүмкін емес нәрсе. Себебі оны ата-ана солай қабылдай алу керек баласын, және де сол бойынша жұмыс жасай алу керек. Демек, баласы СДВГ, демек соған сай әрекеттер жасай алуымыз қажет болады. Мысалы, дәл осы жерде мен аутизм спектр бұзылыстарын айтқым келіп отыр. Аутист балаларды біз ата-аналар егер өзі қабылдамаса, қоғам оны тоже қабылдамайды, мүлде қабылдамайды. Өйткені ата-анасы өзі қабылдамай тұр ғой оны. Әрине, қазір біз балалар мынандай бұзылысы бар баланы алып, әдемі қалыпты бала жасағымыз келеді, бірақ ол мүмкін емес нәрсе. Яғни оны қалыпты қылып жасай алмаймыз. Әрине, деңгейін өсіруге, дағдысын өсіруге, қандай да бір деңгейлерге жеткізуге болады, сөйлеуін жақсартуға болады. Бірақ норма балаға шығып кете алмайды. Ол мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да ерте бұзылысты ерте қолға алып жұмыс жасайтын болса, ата-аналар ерте жаста қолға алса, әрине мүмкіншілік әлде көп, баланы дамытуға деген мүмкіншіліктер көп. Енді қараңыз, бізде салыстырсақ, Европа мен Қазақстанды салыстырсақ, ол жақтағы біз барған кезде, оқыған кезде көрген нәрсеміз, бала қалай бар, солай қабылдайды. Болды. Бұл бала ЗПР, немесе бұл бала аутист, бұл бала СДВГ. Болды. Сол СДВГ-ға сай жұмыс жасайды. Одан СДВГ-дан осылай бала жасаймын, немесе аутисті, осылай жасаймын деп мүлде қолға алмайды. Тіпті даже қате жасатын балалардың өзін солай қабылдайды. Ал біз оны түзетеміз ғой Қазақстанда. Ал бізде келген мәселе, бізге педагогтарға неге қатты көп, логопедтерге қатты күш түседі? Себебі ата-ана баламды мынандай адам жасап бер деп алып келеді. Нормотипичный. Менің балам неге бітті бала сияқты болмайды? Неге осылай сөйлемейді? Неге осылай сияқты түсінбейді деп ата-аналар жалоб айтып жатады. Ол білмейміз, ол қашан оны профессор, білмеймін, ғалым кімге алып барсаңыз да, оның қашан сөйлейтінін, қашан мынандай бала болатынын ешкім айта алмайды. Болашақта ол қандай болатынын ешкім айта алмайды. Біреу айтады, аутисттен шығардым, әрине ол мүмкін емес нәрсе. Біреу мынадан шығардым деп айтып жатады. Мысалы, Дауна синдром ғой. Біз Дауна балаларды Даунадан шығардым деп айта алмаймыз. Ол басынан туылған синдром. Біз оны не істейміз? Дауна бола тұра оны қабылдаймыз да, дәл сол дауналығымен жұмыс жасаймыз. Әрі қарай деңгейін өсіреміз, әлеуметтік дағдысын, академиялық дағдыларын өсіреміз. Яғни ол да дауна болса да, қоғамда өзін орын тауып өмір сүру үшін. Негізі логопед дефектологтың миссиясы сол. Баланы социумға кіріктіру. Басқа балалармен ойнай алу, басқа балалармен сөйлесе алу, ойын жеткізе алу, соған жеткізуіміз. Ал норма бала жасау енді ол, білмеймін, әр балада әр қалай, бұзылысқа да байланысты. Яғни өз балаңды қабылдай білу керек. Әрине. Оның диагнозымен бірге. Міне осы самый күшті ата-аналарға айтатын сөзім, егер де мен қаншама ата-анамен жұмыс жасап жатырмын, қаншама ата-ана жіберіп жатырмын, бұзылысты қабылдай алмайтын ата-аналар бар, жүрегі ауыратын ата-аналар бар. Самый айтатын сөзім, бала қалай бар, солай қабылдау керек. Болды. Ал егер де сен оны қабылдамасаң, онда қоғам қабылдамайды. Мысалы, ата-ана жалоб айтып жатады ғой, аналар мен балама бір түрлі қарайды, балалармен ойнатпайды, екінші бала мен баламен ойнамайды. Өйткені сен қабылдаған жоқсың әлі. Баламды мынандай бала қылып жасаймын деп күш жұмсап жатырсың да, сол үшін де қоғам оны әлі қабылдамайды.
сондай ең басты нәрсе осы. Менің приемымда жиі көретін осы распен аутизммен балалардың мамалары жиі бүкіл өзінің қаражатын, уақытын аурудың себебін іздеумен айналысады да. Олар америкалық врачтарға анализдердің перечендерін жібереді 300-400 мың теңгеге, қымбат 300-400 мың теңгенің белгісіз баттарын алады. Олар ЭЭГ түсіреді, МРТ түсіреді. Яғни олар сол аутизм неге пайда болды, соның себебін іздеумен әлек болады да, бірақ та сол бір промежутокты түсіріп алады да, яғни бала мүлдем баланың сенсомоторлы дамуы, оның психикалық даму, яғни психомоторлы даму, оның социумға кіргізуін мүлдем артта ең соңында қалдырады. Яғни олар себебін іздеп, сол себепті былай крестикпен өшірсем, менің балам басқа балалар сияқты болады. Мысалы, бізде спектр бұзылысы бар балаларда бізде кеш қозғалып жатады. Бірақ европалық методикаларды алсақ, оларда методикалар бөлінеді. 1 жас пен 4 жас аралығында жүретін. Демек, ата-ана 6 айлығында уже реакцияда мәселе болатын болса, уже бастайды жұмысты. Яғни бастапқыдан қабылдай алады да. Ал бізде өте кеш, себебін анықтауға, біз бассейнге алып барсақ сөйлейді деп ойлаймыз, садикке алып барсақ сөйлейді деп ойлаймыз. Біреу дәрі берді, бады берді, оны ішсек сөйлейді деп ойлаймыз. ТМС-ға алып барсақ сөйлейді деп ойлаймыз, Ташкентке алып барсақ сөйлейді. Неше түрлі біз жан-жақ естіп аламыз да. Просто сенің балаң ана баламен бірдей емес, соны түсіну керек. Бұл балада может жеңіл бұзылыс или вообще басқа нәрсе, сенің балаңда вообще басқа нәрсе болуы мүмкін. Даже орталыққа келгенде екі ата сөйлесіп отырса, байқаймын, обычно дыбыс айта алмайтын баламен мінез құлқы бар баланы екеуін салыстырып отырады ғой. Мен балам әлі сөйлеген жоқ. Мен балам сөйлеп жатыр, уже дыбысты айтып жатыр. Ана ата-анада стресс. Менің қашан сөйлейді деген секілді. Сол секілді бұл жерде уже мүлде салыстыруға келмейді екі баланы. Яғни өзінің балаңды шын мәнінде диагнозымен бірге, өзінің ерекшеліктерімен бірге қабылдап, соған сай қабылдасаң жеңілдейді. Жеңілдейді және соған сай жұмыс істеу. Бұл әр ата-ананың, менің ойымша, кез келген мәселені жеңілдететін нәрсесі. Оқуда. Бірақ әрине ата-аналар түсінуге болады, бұл ситуация өте қиын. Өйткені біз енді ғана аяқ басып келе жатырмыз, Қазақстан сондай нәрсеге. И ата-аналар әлі дайын емес. Неге мен балам, не үшін менікі, неге менде ондай ситуация деген секілді өзін жей береді әрқашан. И ол нәрсе де уже ата-анаға үлкен стресс қой негізі каждый жағдайда. Бірақ егер де сондай случай болған жағдайда, өзіңді бірінші дайындау керек, содан кейін баланы дайындау керек болады. Ал осы аутизммен ауыратын балалар, олар немесе аутизм диагнозы бар балалар әлемді қалай көреді? Басқа балалардан, нормотипичный балалардан. Негізі бізде спектр бұзылысы бар балаларда сенсорлы бұзылыстар өте басым болып келеді. Ол енді гипер болуы мүмкін, шектен тыс гипо болуы мүмкін. Ол дегеніміз, гипер дегеніміз бала қатты звуктарды естісе құлағын жабуы, көз алдында қолын сермеуі, үнемі жаңағы стим жасап деген секілді, немесе вестибулярлы поисковойды қанықтыру, немесе жаңағындай теріге ешқандай нәрсені тигізбеу, тамақтың барлығын иіскеп жеу, тамақтарды таңдап жеу, барлығы сенсорлы бұзылыстар. Яғни спектр бұзылысы бар балаларда сенсорлы бұзылыс басым болғаннан кейін біз сырттағы шумды, айналадағы түстерді, барлық нәрсені түрліше көреміз, және де оны түрліше қабылдаймыз. Сондықтан да қазір бізде методикалар бар ғой, европалық сенсорная интеграция, адаптивная физкультура деген, соның барлығы баланың сенсорлы нарушениясын жою емес, соны игеру арқылы түрлі сезімдерді сезінуге мүмкіндік береді. Сол методика негізгі мақсаты сондай. Біз сенсорная интеграцияға алып барамыз балаларды, дәл жаңағы әңгіме, яғни бала осылай құлағын жабатын болса, енді жаппау керек деген секілді. Или бала жаңағындай полевое поведение жасайтын болса, үнемі енді жасамау керек деген ата-анада сондай не бар да? Жоқ. Яғни бала ол методикаларға не үшін барады? Сол сезінулерді әлде қайда көбірек сезіну үшін барады. Соны келесі жолы оны қатты резко қабылдамау үшін. Ал жалпы аутизм ауруын неше жастан мама байқай алады?
неше жастан негізі бастап жалпы диагностика аутизм болсын, басқа нәрсе болсын, қандай бұзылыс болсын, біз сіз айтпақшы, біз педиатрлар нені тексереміз? Рефлекстарды жиі тексереміз, рефлекстардың, рецепторлардың жүйесін. Соны бірінші бақылау керек. Бірінші жүйе ол сол, яғни баланың қаншалықты еңбектегені, отырғаны, тұрғаны, психомоторлы дамуы, моторлы дамуы, сол жүйенің барлығын ескеріп отыруымыз керек. Себебі ата-ана ойлайды, сөйлеу, психика ол бөлек нәрсе деп. Жоқ, барлық процесс ол толық онтогенез бойынша жүреді. Егерде онтогенез жүйесіне қандай да бір саты түсіп қалса, орны өшіп қалса, немесе рефлекс уақытылы өшпей қалса, сол кезде балада уже кешігулер байқалады. Біз 6 айлығынан уже балада реакция бар ма қарауымыз керек. 1 жасында уже сізге қарап шапалақ ұрып, сіздің қимылыңызды қайталап бастау керек. 1,5 жасында обращенно сізге айту керек: мама и папа, папасына, екеуін ажырата алу керек болады. 2 жасында уже маған бер сөздер шыға бастау керек. Ал оның барлығына бала сөзі анық жету үшін біздің жаңағы мотор дамуымыз, рефлекстарымыздың, рецепторларымыздың дамуы жүйелі болу керек. Мысалы, диагностикаға келген кезде ата-ана қойылатын бірінші сұрақ қандай білесіз ба? Мысалы, 5 жаста, 4 жаста мүлде сөйлемейтін балалар келеді. Бірінші қойылатын сұрақ: баланың моторлы дамуы қалай болды? Бірінші сұрайтын нәрсе. Егер де бала әрине 2 жаста бастап жүрсе, 2,5 жаста, 3 жаста жүретін болса, біз уже түсіне береміз балада. ЗПР уже бар, психикасы задержка бар. Не только ЗПР, бұл жерде уже умственно отсталый, зият зақымдалу болуы да мүмкін деген сөз. Сондықтан да кешікпейтін ең бірінші қарайтын нәрсеміз оның рефлекстарының, рецепторларының дамуы. Оны ата-аналар интернеттен де іздей алады. Сосын тағы айта кететін нәрсе: қалай мен мінез құлқы бұзылысы бар баланы тексере аламын десе, интернетте МЧАТ деген тест бар. Хотя соны интернеттен ашып жіберіп, сол тестқа жауап берсін. Сол жерде күдікті жауап көп болатын болса, онда әрине мамандарға бірден жолығу керек. Ол скрининг. Скрининг деген ата-ана өзі отырып жеке тапсыра алады оны. Сондай, сол арқылы да анықтауға болады енді мүмкіндігінше. Яғни жалпы ата-аналарға мен де әрдайым айтамын, 1 жасқа дейін педиатрдың посещениесі ол міндетті түрде. Ол жақта тек баланың салмақ бойын өлшеу ғана емес, мақсат оның дағдыларын дамуы, яғни перевороттар, басын көтеруі, еңбектеуі, даже қалай еңбектейтіні де маңызды. Қанша уақыт еңбектейтін, опорамен тұра ма, тұрмай ма, неше жастан бастап жүрді, қалай жүрді, әгулеу, соның бәрі өте маңызды. Және тағы да бір маңызды мәселе ол прикормды бастау. Осы жерде жиі бізде аналар 1,5 жасқа дейін тамақты езіп береді ғой, блендерден, пюре күйінде. Осы логопед дефектолог ретінде айтыңызшы, егер аналар ұзақ уақыт 1,5-2 жасқа дейін балаға в виде пюре бәрін бере берсе, қандай бұзылыстарға алып келеді? Негізі вообще мен практикамда көріп жатырмын. 5 жаста, 4 жаста әлі соска еметін, сүт ішетін балаларды, және де жаңағыдай мүлде тамақ шайнамайтын. Бұл бірінші мәселе. Біз тонусқа байланысты айтатын болсақ, балада егерде шайнау болмаса, артикуляциялық аппарат қозғалмаса, бізде сөйлеу болмайды. Бала түсінбейді. Сал деген сөз айту үшін ауа шығады, мен тісімді осылай сал деп, бала еліктеп сөйлейді. Бала ешқашан ойламайды с дыбысы деп ойламайды ешқашан. Ол еліктеп сөйлейді. Ал еліктеп сөйлеу үшін тіліміз переключение жасай алу керек. Ол жоғары, төмен, астыға, жаңа переключение жасаған кезде ғана балада анық сөйлеу пайда болады. Ал егер де ол әлі жаңағындай езіп жейтін болса, тамақ жей алмайтын болса, шайнай алмайтын болса, әрине сөйлеу өте қатты кешігеді. Мысалы, мен андай нәрсе айтар едім, біз қазір көзге көретін нәрсеміз ол аутизм спекторлары, ЗПР, СДВГ көзге көрінеді да. Ал қазір бізде айтамыз, нормотипичный бала, мысалы 6 жаста, 5 жаста келеді, 8 дыбыста проблема бар, 9 дыбыста проблема. Оны біз кемі 3 жыл, 2 жыл түзетуіміз керек болады. Ол шындық. Мысалы, біреу басқа логопедтер айтуы мүмкін, маркетинг, 1 дыбысты 3 айда, 4 айда. Әрине, 1 дыбысы 3 ай, 4 ай түзеткен кезде 8 дыбысыңа сенің 2 жылың кетіп қалады. Сонда ескеретін нәрсе не? Сондай дыбыстар табиғи шығу керек қой балада. Логопедтен бәрібір ол 90%-ға шығады. 100% шығара алмайсың. Жасандылық бәрібір білінеді. Сондықтан да, үйретілгені білінеді баланың. Сондықтан да табиғи шығу үшін тонус норма болу керек. 2 жаста уже бала еріндік дыбыстарды айтып беру керек. 3 жаста уже ызың үрленетін дыбыстар сыртқа қарай. Одан кейін 4 жастан бастап р, л, сонор қиын дыбыстар шыға бастайды. Сондай, солар табиғи шықса ғана біздің сөйлеміміз 100% таза болады. Ал егер табиғи болмаса, оны жасанды істегенмен де ол білініп тұрады, сәйкесінше 100% болмайды. Осы нәрсені ескеру керек болады. Және осы жерде айта кететін,
тек пюре күйінде и соскалар күйінде мәселе бір. Екінші мәселе ол аналардың немесе ата әжелердің жалпы үй ішінің балаларға еліктеп сөйлеу, яғни нақты Сөзді иә айтпау. сөзді айтпау, бір искаженно Мгм. өздері бір детский лепетпен сөйлеу. Мгм. Әрине соны да бала трансляция жасайды, Мгм. соны да искаженно қабылдайды, Мгм. сол арқылы дыбыстары да искаженно шығуы да мүмкін ба? Иә, ол да әсер етуі мүмкін. Еліктеп сөйлеудің уақыты болады, 1,5 жасқа дейін. Иә, балада еліктеп сөйлеуге болады норма бойынша. Ал 1,5 жастан кейін анық түрде сөйлеп бастау керек болады. Бірақ тек қана сөйлеуді ғана қолға ала бермей, біз артикуляциямен де жұмыс жасауымыз керек. Егер де айта кететін нәрсе, балада барлығы норма болса, балаңыз қалыпты дамып келе жатыр, няня, ап деп сөйлеп келе жатыр, 1,5 жасқа дейін, 1,5 жастан кейін анық сөйлесін десеңіз, онда артикуляциямен, таза жаңағы сіз айтқандай дауыстың тембрімен, ритммен әдемі жұмыс жасау керек болады. Егер де балада бәрі норма болса, ал егер де балаңызда норма әлі сөз жоқ, онда сіз ал четко сөйлегенмен де ол сізді қайталай алмайды. Сіз бәрібір артқа қайтасыз да бір шиіркеуді шығарасыз. Яғни онтогенез деген осы ғой, бала мынаны сөйлемей, мынаны сөйлеп кете алмайды. Сондықтан да біз секіріп өте алмайды. Мысалы біз 3 жаста келеді, ата-ана айтады, так, мен балам сөйлеп бастау керек. Біз қайтадан 1 жас, 1,5 жас, 2 жас деп арттың бәрін өтіп шығамыз. Ол уже біздің алгоритмімізде тұр. Ол мүмкін емес. Қазір 3 жасқа сай сөзді үйретіп беру деген мүмкін емес, айта алмаймыз. Яғни мысалы ол сізге 3 жастан келсе, сіз олар 1-2 жас бастайсыздар. Яғни ол 5 жасқа келген кезде ол тек 3 жастың программасын өтеді сонда. Сол үшін ата-анаға айтамыз ғой, сіздің проблема жоқ, балаңыз сөйлейді. Мысалы 3 жаста келсеңіз, сөйлемей тұрма, 5-ке келсеңіз де, егер де бәрі қалыпты болса, психикалық деңгейі қалыпты болса, 5 жасқа келгенде де сөйлейді. Бірақ 5 жасар бала сияқты сөйлей алмайды. Ол мүмкін 2 жасар, мүмкін 3 жасар. Бірақ 5 жасар сияқты сөйлеу үшін норманы қуалап жету керек бәрібір де. Мысалы бала ешқашан туыла салып орнынан тұрып жүріп кетпейді ғой, иә? Туыла салып орнынан тұрып емітіп кетпейді, ол артқа қайтады. Дәл сол секілді біз артта бірінші қалып қалған нәрсенің бәрін дамытып шығуымыз керек. Яғни барлық этаптардан өтіп шығуымыз керек, міндетті. Неше жаста, жалпы қандай жағдайларда логопед дефектологқа жүгіну керек ата-аналар? Егер де бала атына қарамаса, реакция бермесе, сіздің қайталаған әрекетіңізді қайталамаса, балалармен ойнамаса, сөйлемесе мүлде, және де жалпы бір функциямен ойнамаса. Функциямен ойнамау дегенде осыны ата-аналар қателесіп жатады. Баласы жүгіріп қана, айналып қана ойнай берсе, функциямен ойнау деген ол машинаны машина, итті ит, сиырды сиыр қылып кәдімгідей ойнау. Ал функциямен ойнамау деген ол машинаның дөңгелегін ғана айналдыру, немесе машинаны айналдырып көздің қиығымен қарап жату, иә? Ол машина екенін біледі, білмейді, функциясын да білмейді оның. Тек өзінің сенсорлы поисковойға қанықтырып жатады бала тек қана. Осы кезде біз уже тревога соғуымыз керек, бала ойнай алмай тұр. Есімізде болсын, ең бір ескеретін нәрсе, балада интеллект жақсы болса, психикалық деңгей жақсы болса, ол ойнай алады. Демек, ойынына қарап уже, бізде кешігу бар, кешігу жоқ деп айта аламыз. Ол қалай? 1 жасқа дейін бала тек шашып ойнай алады. Егер де ыдыс берсеңіз, оның ішін шашады тек қана. 1,5 жаста балаға қызық жинау басталады ода. Жай ғана пирамиданы алдына қойып қойсаңыз, өзі сала береді. Ол өзі түсінеді, оны салу керек деп. Ал 2 жаста ол уже ролевой, сюжетный ойнай бастайды. Өтірік тамақ жеп, өтірік жаңағы не жеп, мысыққа тамақ беріп деген секілді. Ал 3 жасында бала ролевой ойнайды. 3 жаста балада уже мынандай кейіпкерлер пайда болу керек. Мен Эльзамын, мен Паукпын деген секілді. И кейіпкердің рөліне кіріп, дәрігер болып, иә, дәл сол процестер қалыптасып жатса, сіз онда қорықпасаңыз болады. Тіпті сөйлеудің өзін жақсы алып шығуға болады ондай деңгейде. Ал ондай ойын деңгейі жоқ болса, балалармен араласпайтын болса, балалармен қызығып ойнамайтын болса, онда бітті тревога, демек нарушение бар, кешігу бар дегенді білдіреді уже. Ең бірінші байқайтын нәрсе осы үйде. Осы кезде маманға бірден жолығу керек. Иә. Ал егер бала мысалы сізге кеш келді, жиі 3,5-4 жаста келеді, балам еркелейді, әлі сөйлемейді, әгулейді, ымдап айтады, бірақ та бәрін түсінеді. Бұл баланың да психикасы артта қалды деп есептейміз ба? Егер мысалы 3,5 жас, бала ымдап қана. Бұл жерде енді мәселе бар, мынандай мәселе, баланы жас үлкейген сайын, жалпы біздің сөйлеуіміз ол высший психикаға жатады. Біздің психикамыз высший жүйесі. Психика не кіреді? Ойлау, даму, қиялдау, түсіну, түйсігі. Соның высший біздің сөйлеуіміз. Егер де бала міне келіп тұр,
3 жаста, бірақ ол мынау 1 жасар бала секілді сөйлесе, еліктеп қана, 2 жасар бала секілді сөйлесе, демек психика осы 3 жасар сияқты болады деп айта алмаймын. Психикада оның сөйлеуімен бірдей-ақ болады. Ол әрине сөйлей алмағаннан кейін саған қашан, қайда, кіммен, неге, не үшін деген сұрақтарыңа жауап бере алмайды. Сәйкесінше оны түсінбеуі де мүмкін. сондықтан да ата-ана ойлау керек. Бала бәрін түсініп тұрып сөйлемеу деген нәрсе жоқ. Яғни оның сөйлеуі де сондай деңгейде деген сөз, психикалық деңгейі де сондай деген сөз. Сондықтан да ол высший психика болғаннан кейін сөйлеуді қолға алып, психикалық деңгейімен де қатар жұмыстанып отыру керек болады. Мгм, мгм. Ал СДВГ балалар жайлы қайттан оралайық. СДВГ балалар, олар сыныптың ішінде немесе жалпы топтың ішіндегі СДВГ балалар қалай білуге болады бір көзден? Мгм. Негізі бізде СДВГ-ның түрлері бар, бірақ олар араласып та жүре беруі мүмкін. Сәйкесінше бізге ең бірінші көрінетін нәрсе бала отыра алуы мүмкін, бірақ көзбен бақылай алмауы мүмкін. Яғни сізге қарап тұрған секілді, бірақ көзі анаған қарайды, анаған қарайды, анаған қарайды. Қызық. Бұл жерде мынандай мәселе. Жалпы біз баладағы нейрондық байланыстарды талдап көрейік, иә. Мысалы, бізде нейрондық байланыстар өте жақсы, себебі біз бір-бірімізді тыңдаймыз, біз отыра аламыз, біз ұзақ уақыт өзімізді бақылай аламыз. Ал ол балаларда сол нейрондық байланыстар әлсіз болғаннан кейін бала соны жасанды түрде толтырады. Ол көзін жыбырлату керек, немесе орнынан тұрып денесін жыбырлату керек, немесе көп сөйлеу керек. Осы арқылы ол толтырады сол процесті. Ең бірінші, егер де ата-анаға айтарым, балада СДВГ болса, мектепке дайындау арасында, мысалы, коррекциядан өттіңіз ба, абилитация коррекциядан, одан кейін мектепке дайындайтын кезеңде нейропсихологпен жұмыс жасау керек болады. Өйткені СДВГ балаларда невроздар да көп болады, тревожностьтар да көп болады. Сол нәрсенің барлығын орнын келтіру үшін, жалпы мектепте бала аздаған болсын отыра алу үшін, тыңдай алу үшін, жалпы балада нейропсихологиялық жұмыстар жасау керек, нейропсихологпен жұмыс жасау керек болады осы жерде. Солай баланы мектепке дайындау керек болады. Мгм, мгм. Ал мектептегі осы қате жазу, қате оқу, бұл да баланың қабылдауының Салдар. бұзылу Иә. салдары, иә? Мектепке дейін ата-ана байқамайды. Мысалы, балаға банан десең, нанан деп айтады мүмкін, иә. Мгм. Асқа бақ десең, асқа қақ деп айтуы мүмкін. Балалар бар сондай. Хотя дыбысын бәрі түгел, бәрі жақсы, бірақ сөзді бұрмалап айтады, аяқ киімін теріс киеді, уже мәселе, иә. Екі түс тұрған кезде бір-біріне ұқсайтын шатастырып алады екеуін. Дәл сол мәселелердің бәрін уже байқап жатырмыз ба? Біз көз алдына тұрған нәрсені таппай қалады. Уже біз білуіміз керек, балада қабылдау деңгейі төмен. Қабылдау не? Көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу. Осы қабылдаулар төмен болғаннан кейін ол осы жерде уже белгі беріп тұр бізге. Мектепке барғанда ол уже зеркально жазатын болады. Сыны былай көреді, бірсе былай көреді, иә. Көрмейді емес, тек сынның бейнесін есте сақтай алмайды ол. Үнемі шатастырып алады. С дегенде түсінуі мүмкін, бірақ оның қайда қарап тұратынын түсінбеуі мүмкін. И дәл жаңағындай оқыған кезде мысалы бізге келіп жатады, киім деп жаз десек, олар К и М жазады, болды, жоқ уже. Яғни түсіп қалады. Яғни сөзді естіген кезде фонематикалық қабылдау, яғни естіп қабылдау дұрыс емес. Мен аны шатастырып алады, немесе зеркально жазады. Бұның барлығы балада до психикалық задержканың болғаны. Өйткені қабылдау бұл психикалық деңгейдің ішіне кіреді. Сол нәрсені байқамаймыз, бала сөйлеп жүре беруі мүмкін, жақсы сөйлеп жүре беруі мүмкін, бірақ біз қабылдау деңгейін байқамаймыз да, мектепке барған кезде уже бізде міне проблема пайда болып жатады. Қате жазу, қате оқу деген секілді нәрселер. Мгм, мгм. Жалпы мысалы спортпен айналысу, бимен айналысу, музыкалық инструменттерде ойнау, бұның бәрі баланың интеллектісінің дамуына немесе қабылдауына, оның сөйлеуіне әсерін тигізеді ме? Негізі, егер де балада барлық қалыпты болса, әрине, ол жақсы нәрсе ғой. Баланың ритмін қалыптастыру, баланың жаңа қандай да бір дағдыға үйрету, ол жақсы нәрсе. Ал егер де балада бұзылыс болатын болса, ол бұзылысты жұмыс жасамай сіз басқа нәрселерге таситын болсаңыз, онда әрине бізде бір жақсы результат көре аласыз деп айта алмаймын. Мысалы, бізде ата-аналар бар, әлі күнге дейін шок боламын, 4 жаста, 5 жаста балада кәдімгідей кешуі бар, бірақ тек бассейнге тасып жүр деген секілді. Бассейн ол уже қосымша нәрсе болып қалады. Сіз бірінші мәселені анықтау керек. Диагностикаға келген кезде кеше де байқап жатырмын. Бір ата-ана келді, баласы үлкен, 6 жаста, бірақ бала кәдімгідей энергиясы өшіп қалған бала секілді. Жүргенде де өте баяу, тіпті секіре алмайды, қолын көтере алмайды. Кистар
мүлде дамыған, аузын жай ашады, қайтадан жабады. Тонустың бәрінде проблема бар. И сөйлеген кезде мүлде түсініксіз. Баланың жасы 6-да, сөйлей алмайды даже. Бір сөздерді айтады тек қана. Байланыс жоқ, хотя түсініксіз болса да, байланыс болса біз түсінер едік. Әрі қарай анық сөйлеуге мүмкіндік бар да. Біз анық сөйлеуге дейін дамыту жұмыстары әлдеқайда 6-да. И атада мектепке үлгереді ма деген сұрақ. Сентябрьде ол уже нолевой сыныпқа бару керек. 6 жаста ол. 6 жаста. Бірақ мен үлгереді деп айта алмаймын баланы. Уже біз түсінуіміз керек. Бала кәдімгідей кешігіп жатыр. Сіздің балаңыз әлі моторлы түрде дайын емес. Бізде нелер көп қой, тесттер көп қой, баланың қолы жету керек, немесе бала бір аяқпен тұра алу қажет, көзін жұмып кеңістікте бақылай алу керек. Сол кезде бала мектепке дайын деп айтамыз, моторлы түрде деп. Ал ол балада уже моторлы дайын емес, әлі біз сөйлеумен жұмыс жасауымыз керек, ал мектепке әлі дайындалмаған ол. Әріп білмейді, сан білмейді деген секілді. Сондықтан да біз уже былай қарап тұрсаң, ата-аналар соны бассейнге, басқа да қосымшаларға тасып уақытын құртады. И ата-ананың жіберетін қателігі, бұрын бізде 2 ай болған, 2 ай, содан кейін демалады, өзі шаршап қалады, ата-ана біраз уақыт оны ерінеді тасуға. Солай баланың уақытын алып қояды, бір сөзбен айтқанда. А так балада әлдеқайда ерте бастаса күшті нәтижелер көрсетуге болар еді. Өйткені балада интеллект жақсы. Яғни ең идеальный уақыт, егер сіз балаңызда нарушение көрсеңіз, бірден логопедке апару, иә, диагностикаға. Иә, алып бару бірден. Ал дамытуды туғаннан бастау керек. Сразу, иә. Бала қашан сөйлейді деп ата-аналар сұрап жатады. Ол туғаннан сөйлейді. Жылауы, ыңырсуы, гуілдеуі, былдырлау, бәрі сөйлеуге жатады. Иә, бәрі сөйлеуге жатады. Қашан дамытамын деген сұрақ болмау керек. Туылғаннан бастап дамыту керек. Ал қашан алып барамын деген, ол уже 6 айлығынан бастап реакция бермей бастаса, кешігулерді уже бастап жатсыз. Міне бірге келіп қалды, бірақ әлі мә деген, или сізден ұялу, сіз жылап жатсаңыз деп таңғалу, сізге қарап, үйге келсе, адам келсе қуану, жақындарын тану деген мәселелер уже кешігіп жатыр ма? Бірден мамаға көрсету керек те, уже жұмысты бастау керек болады, егер шынымен кешігу болса. Ал кекештену бұл бала қатты қорыққаннан болады ма? Әлде бұл жалпы айтады ғой, осы бала кекештену, ол егер бала кекештенсе, онда оны қорқыту керек. Сол кезде ол қайтадан орнына келеді. Тамақ ауырса мороженое беру керек. Как простонародье айтады ғой. Қорқытсаң қайтадан қалпына келеді деген сияқты сол кекештену. Әлде бұл шынымен бұзылыс, және бұл бұзылыспен логопед жұмыс жасау керек пе? Жалпы негізі тұтықпа бұл жүрекке болатын факторлардың әсерінен. Мүмкін ол психологиялық стресстардан, қандай да бір жүйке жүйесіне келетін кері әсерден пайда болатын, шартсыз болатын сөйлеудің бұзылысы деп айтылады. Енді қараңыз, бұл жерде ата-ана алып келуі мүмкін баланы. Менің балам иттен қорқып қалды, иә, сол үшін тұтығып қалды. Бірақ қараңыз, ана бала да иттен қорқады, мынау да қорқады, бірақ сіздің балаңызда тұтықпа пайда болады. Неге? Себебі ода психикалық деңгей әлдеқайда әлсіз болып тұр. Сол үшін оның жүйке жүйесі сол стрессқа шыдамайды да, шартсыз түрде өзін басқара алмай тұтығу сөйлеу пайда болады. Ал ана балада ондай пайда болуы мүмкін, өйткені оның жүйке жүйесі әлдеқайда берік болуы мүмкін. Сондықтан да ескеретін нәрсе осы нәрсе. Оны қайтадан қорқытқанмен ол кетеді деп айта алмаймын. Ол сол моментте болуы мүмкін. Мүмкін ол біреуде болды сондай ситуация. Содан таралған миф болуы мүмкін. Бірақ ол тұтықпа жалпы қорқытудан кетпейді. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, тұтықпа ол режим секілді, сіз үнемі бақылауда ұстау керек боласыз ол нәрсені. Ол сіз қай жерде контроль жасай алмайсыз, сол кезде тұтық басылады. Мысалы, үлкен адамдарда да болады ситуация, егер де біз сахнаға шықсақ, біреудің алдында сөйлесек, біз қобалжимыз жейміз, и біз басқара алмай қаламыз деп айта алмай қаламыз, иә. Сол секілді сол күй оларда үнемі қайталанып тұрады. Сондықтан да егер де біз режимдарымызды, диафрагмалық жұмыстарымызды, тыныстық жұмыстарымызды әлдеқайда жақсартсақ, онда бізде сөйлеу жеңілдейді. Демек, логопедтер тек баланың диафрагмамен сөйлеуін жеңілдетіп береді тұтықпада. Басты миссия осы. Сол жеңілдеген кезде ғана бізде әлдеқайда сөйлеу, ойымызды жеткізу әлдеқайда анығырақ болады. Яғни егер балаңызда кекештену бар болса, тұтықпа, онда логопедке жүгіну керек. Ешқандай өзі кетеді, мынандай іштен кетіп қалады. Тұтықпамен жұмыс жасап жүрген маманға жолығу керек. Жалпы логопед дефектологтар үлкен кісілермен жұмыс жасай ма? Негізі біз сіздер секілді біз бөлінеміз,
жалпы біз ғылыми түрде емес, бізде мамандар өзінің жұмыс ыңғайына қарай бөлінуі мүмкін. Мысалы, менің коллегам бар, тутықпаймен жұмыс жасайды, тек үлкендермен ғана, балалармен жұмыс жасамайды. Дәл сол секілді бізде афазиямен жұмыс жасайтын мамандар бар. Ол инсульттан кейін сөйлей алмау, сөйлеу тілінен айырылу, инсульттан кейін бас жарақаттарынан кейін жүрек иле айырылу, иә. Немесе үлкен кісілерге дыбыс қою деген секілді. Дәл жаңағы секілді біз оски болып бөлініп, сол саланы әркім әртүрліше зерттейді. Немесе тіпті Европада, Россияға қарасақ, ол жақта өте қатты бөлінеді. Тек қана запуск речімен жұмыс жасайтын маман, тек қана заиколог маман, заиканимен, тек қана дыбыспен, постановка звуков, иә, тек дыбыспен жұмыс жасайтын маман деген секілді бөлінеді. Сондықтан да бұл енді маманның сол нәрсені терең зерттеуіне байланысты. Бірақ логопед-дефектологтар үлкендермен, ересектермен, тіпті ол қанша жаста болсын, барлығына дыбыс қояды, барлығына сөйлеуге қайтадан үйретеді. Мен білмедім, логопед-дефектологтар бөлінеді. Үлкендермен, ересектермен де жұмыс жасайды. Иә, бізде енді әрине зерттеуіне байланысты бөлініп қарастырылады. Мысалы, менің орталығымда бірнеше маман болса, бірнеше маман, мына бұзылысты қабылдай алмайды, тек ол мына бұзылыспен ғана жұмыс жасайды. Біреуі мынаумен ғана, біреуі мынаумен ғана. Себебі әркімнің өзінің потенциалы соған келеді. Сондықтан да араластырып жазып тастау немесе араластырып алу ол мүмкін емес. Өйткені дефектолог ол звук қоюмен жұмыс жасап отыра алмайды. Дефектолог ол заиканимен жұмыс жасап отыра алмайды. Ал логопед болуы мүмкін. Логопедтің өзін бөліп қарастырамыз. Мына апай тек еліктіреді, яғни ынталандырады, ал мына апай тек қана анық сөйлеуді үйретеді деген секілді. Олай да бөліп қарастырылады негізі. Иә. Яғни әркім өзінің излюбленный темасында эксперт бола алады. Бола алады. Және сол темада ол жақсы. Иә, өте жақсы. Негізі күш алмау керек. Мамандарға ең самый беретін кеңесім, барлығын осындай қылып аламын деген ол қате. Қай жер ұнап тұр, сол вариантқа қарай ығысу керек. Бірақ енді бұл біздің практик мамандардың құрып алған системасы деп айтсам да болады. Жалпы логопедтердің арасындағы жүрген система. Ал ол мемлекетте, мекемеде оқитын болсақ, әрине біз жалпылама оқимыз. Мемлекеттік мекемеде біз жалпылама аяқтаймыз. Ал қазір бұзылыстың күшейгеніне байланысты ата-аналар сондай маман іздейді. Так, сіз тек қана заикамен жұмыс жасайсыз ба? Тек сізге алып барады. Сіз тек қана риналалиямен жұмыс жасайсыз ба? Тек сізге алып барады. Мысалы, Алматыда логопед-дефектолог көп, бірақ маған бір ата-ана келіп тұр, риналалиямен жұмыс жасайтын маман таппадым. Бәрі логопед-дефектолог, но ішінде риналалиямен уже жұмыс жасай алмайды. Сол себепті ата-ана іздейді ондай адамдар. Сондықтан біз ойламауымыз керек, біз бәріміз логопед-дефектологпыз, общий темада емес, қайсы қызық, қайсысын алғың келеді, сол вариантқа ығысуға мүмкіндік бар, зерттеуге мүмкіндік бар. Және соңғы сұрақ, АФК терапия бұл барлық балаларға қажет па? Негізі біз ойлаймыз, АФК тек қана аутизм кезінде, спектр бұзылысы кезінде, СДВГ кезінде керек болады деп. Бірақ егер де бағада жаңағы айтқандай рефлекстардың жүйесі дұрыс болмаса, бірінші мәселе. Екінші мәселе, ол табанда мәселелер болатын болса, вальгус варус деген секілді. Үшінші мәселе, буындарда рекурвация болатын болса, буынның жаңағы орынның қисаюы, иә. Және де төртінші мәселе, бағада тонуста мәселе болатын болса, осы жағдайдың бәрінде АФК қажет болады. Адаптивная физическая культура. ЛФК мен айырмашылығы, ЛФК лечебный, ол жерде анатомиялық қандай да бір денеде бұзылысы бар балалар, кеш жүріп жатқан, әлі жүре алмайтын балалар баруы мүмкін. Ал АФК-да жүріп жүрген, бірақ соның ішіне бұзылысы бар, жаңағы рефлекс, рекурвация, вальгус, варус, тонус деген секілді осы мәселелер кезінде біз АФК-ға жүгінуіміз қажет болады. Мейлінше АФК-ны ерте бастау керек. Самый эффективді күшті нәтиже беретін уақыт ол 3 жасқа дейін. Иә, күшті нәтиже беретін уақыт. Әрине, ары қарай да жалғастыруға болады. Жалпы АФК методикасында жазылған процесс ол 7 жасқа дейін деп қарастырылады ғой. Бірақ эффективді күшті нәтиже беретін уақыт аралығы ол әрине 3 жас. Логопедтер де айтады 3 жасқа дейін деген секілді. Себебі бағада әлде қайда жақсарту мүмкіншілігі көбейеді сол жасқа дейін. Мөлдір ханым, рахмет. Бүгін өте пайдалы подкаст болды деп ойлаймын ата-аналарға. Егер өзіңіздің тілектеріңіз бар болса, біздің тыңдаушыларға. Негізі ата-аналарға ең бірінші айтатын кеңесім, ата-ана білет дұрыс емес екенін, ол өте жақсы білет. Қазір баласындағы кешігіп жатқанын, және де оның көршісі, туысы, басқа да адамдар айтуы мүмкін, мына балада осындай кешігу бар. Оны ата-ана білет. Тек ата-ана қай кезде дайын болады, егер де шынымен де менде бағымда кешігу бар деп қабылдаған кезде. Ол дұрыс емес екен біліп жүру мүмкін, бірақ іштегі сезімге де байланысты ол. Мен көп ата-анамен подкаст жүргіземін,
олар айтады, сен балаңдағы бұзылысты қайдан естідің десем, мен көрген жоқпын, бірақ менің жақындарым көрді оны дейді да. Дәл сол секілді қорықпау керек, диагностикаға келген кезде жасырып қалмау керек, көп нәрсені барынша шындықты айту керек, және де маманнан жақсы сөз күтпеу керек деп айтар едім. Өйткені ата-аналар соған дайындалып келеді. Қазір менің баламда нарушение жоқ деп айтса екен, менің баламда бәрі норма екен деп айтса екен деп күтіп келеді. Бізден басқа сөз естіген кезде олар стресс болады, депрессия болады. Сондықтан да менің баламда бұзылыс бар болса мен қабылдаймын, сол бойынша жұмыс жасаймын деп дайындалып келу керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, қатты күштің барлығын педагогқа бермеу керек. Өйткені педагог сіздің балаңызды 100%-ға алып шыға алмайды. 100% алып шығады қай кезде, егерде сіз, педагог, басқа да комплексті жұмыстар біріккен кезде ғана алып шыға аласыздар. Яғни басты роль ол сізде, бізде емес. Рөлді ата-аналар келеді да, рөлді бізге беріп тастайды. Сосын біздің жүрген жолымызға олар келіспей қоюы мүмкін да. Яғни ұзақ немесе осындай түсінбеуі мүмкін. Ал басты себеп өздеріңіз рөлді алсаңыздар, педагог та сіздің ырғыңызға көнеді, және де жұмыс әлдеқайда жеңілдейді. Басты акцентті өзіңізге қою керек. Және де үшінші мәселе, жалғыз сіз емес, барлық отбасы оны қабылдай алуы қажет. Күштің бәрін өзіңізге түсірмеңіз. Оны сіздің енеңіз де, күйеуіңіз де, әжесі де, атасы да бәрі қабылдай алу қажет. Және соған жұмыс жасау қажет. Тықпаймыз баланы, бір жерге алып бармай, жаңағы ұялып, қысылып, жоқ. Барлық нәрсені қалай бар солай. Сіз демек балаңыздан ұялып жатсаңыз, демек баланы қабылдамадыңыз деген сөз. Осы нәрсені ескеріңіз. Жалпы айтатын нәрсем осы, ертерек қолға алсаңыз, әрине ертерек мүмкіншіліктері көбейеді. Рахмет, көп келгеніңізге, осындай ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Осымен біздің подкаст бітті. Егер сұрақтарыңыз бар болса, осы подкасттың астында комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады. Барынша жауап беруге тырысамын. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Сәттілік жұмыстарыңызға. Жақсы жетістіктерде кездесе берейік. Рахмет. Сау болыңыз.